Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай капучино дайындайтын боламыз. Үй жағдайында өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде бейнені сақтап. Алдымен 2 ас қасық құмшекер және 1 ас қасық кофе және 4 ас қасық қайнаған ыстық су құямыз және жоғарғы жылдамдықта миксермен 2-3 минут тоқтамай айналдырып шығамыз. Біздің қоспамыз қою болып көпіреді, 2-3 есе ұлғайып, міне менде дәл осындай қою көбік болып пайда болды. Ыдысымызға қайнап тұрған ыстық сүтімізді құямыз және осы ыстық сүттің үстіне жаңағы дайындаған капучиномызды құйып шығамыз. Ешқандай да ресторандағы капучинодан айырмашылық жоқ. Қыздар, өте дәмді болып шықты. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Ас болсын баршаңызға.